Сәлем достар, біз бүгін нәзік, жұмсақ печенье дайындайтын боламыз. Бұны вафли ретінде қолдансаңыздар да болады. Ең алдымен жұмыртқамызға шым-шым тұз, қант салып, жақсылап араластырамыз. Қасықпен, венчикпен араластырсаңыздар болады. Жақсылап араластырдық. Енді қаймағымызды, сұйық майымызды, сары майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Содан соң қасықтың ұшымен сода саламыз. Содан кішкене ғана салыңыздар. Әйтпесе қышқыл болып қалуы мүмкін. Содан соң ұнымызды електен өткізіп, бөліп салатын боламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді табамызға құятын боламыз. Біздің массамыз дайын. Енді қызып тұрған табамызға осындай формамен де 2 қасықтан салып, 2 жағын қыздырып пісіріп аламыз. Біздің печеньеміз дайын болды. Мен бүгін вафли ретінде пайдаландым. Алдын ала балмұздақ дайындап қойған болатынмын. Балмұздағымызды вафлиміздің ішіне салып, осылай әрлеп, әсемдеп жеп көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Балмұздақтың рецептісін ендігі видеода салатын боламын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.